Баршаңызға сәлем. Өткен видеолардың бірінде 5000 лайк жиналса, Локи сериалын жалпақ тілде айтып беремін деген екенмін. Ал сол видео бір жыл өтпей 6000 лайк жинап қойыпты. Керемет. Енді менде тағы бір шарт бар. Ол әсіресе Казвойстың тұрақты және белсенді көрермендеріне арналады. Дәл осы видео бір тәулікте 2000 лайк жинай ала ма, алмай ма? Соны тексеретін боламыз. Олай болса, шайларыңды қоя беріңдер, лайктарыңды баса беріңдер. Локи сериалын айтатын Казвойс сайрайды. Таныстың шертпегінен соң бүкіл ғалам жарым-жартылай шаңға айналады. Кейбіреулерге ол пайдалы болды. Мысалы, мәңгіліктер үшін Целестиалдың жерді тесіп шығу мерзімі тағы 5 жылға ұзарады. Ал біз білетін супер қаһармандар үшін ол 5 жыл өте қайғылы өткенін кек алушылар соңы фильмінен жақсы білеміз. 2023 жылы кек алушылардың ескі құрамы шаңға айналғандарды қайтару мақсатында кванттық бөлшектерді зерттеп, уақыт машинасын құрастырып, өткен шаққа оралып 6 шексіздік тасын іздейді. 2012 жылы Нью-Йорктағы тессерактты алу барысында халықтың қояншығы кесірінен чемодан сол кездегі бойында тәкаппарлығы лаулаған Локидің алдына ұшып келеді. Ол дереу алғашқы махаббатын қолына ұстап, сол жерден жоқ болады. Осылай біз Локидің бірінші сериясына телепортталамыз. Алғашқы сценада Локи Моңғолиядан бірақ шыққанын көрсетеді. Аң-таң болған халықтың түріне қарап, Локи қайтадан өз әдетіне басып, адамзатты құлдыққа салып үстінен билегісі келеді. Сол кезде телепорт бозағасынан бір Homo sapienстер келе бастайды. Олар өздерін уақыт өзгерістерін басқару агенті ретінде таныстырып, Локиді ғаламның қасиетті хронологиясын бұзғаны үшін айып тағып, оны жетектеп алып кетеді. УОБ ордасына келген соң Локи қашып кетуге ұмтылады. Бірақ оның мойнында арнайы құрылғы болғандықтан ол қанша қашса да ит құсап иесінің қасынан табыла береді. Организацияға тоқталатын болсақ, бұл бюрократияға тойып алған, үлкен аумақты қамтитын, уақыт басқаша өтетін ғаламнан тыс аймақ болып саналады. Ең қызығы, бойында супер күші немесе магиялық қасиеттері бар тұлғалар осы жерде біз сияқты ұрысса жылайтын, шаршаса ұйықтайтын жай ғана қарапайым адамдарға айналады. Локи сот залына өтіп бара жатқанда экранда бір сары шелпек Казвой сияқты бәрін түсіндіре бастайды. Ол былай: ертеде ешкі жүні бөртеде мультиғалам арасында шайқас болады. Әртүрлі уақыт ағымындағы түрлі тәкаппар көтектер билік үшін өзара күресіп таққа таласады. Нәтижесінде таласқанға таста жоқ, барлық жаратылыс, барлық нәрсе өз шегіне жетіп кино біткендей бітіп қалады. Осы сәтте сәуегей данышпан 3 қорғаушы би пайда болады. Олар бүкіл мультиғаламды қыздардың шашын болған сияқты барлығын бір уақыт жүйесіне біріктіріп, қасиетті уақыт ағымын бұзылмауын қадағалаумен айналысады. Кей кезде сол қасиетті уақыт ағымын бұзатын тұлғалар да табылып жатады. Олар өз кезегінде басқа уақыт ағымын ашып қойып, ғаламда хаос тудырып, бәрін қайтадан басынан бастау керек болады. Сондықтан УОБ-нің басты мақсаты сондай айнымалыларды тауып, тәубесіне келтіріп, болған уақыт ағымын арнайы тазартатын құралмен өшіріп, тиімді уақытына жіберу болады. Ал соның бәрін бүлдіріп жүрген крыса кім деп ойлайсыңдар? Енді мен емес қой. Содан Локиді сот залына әкеледі. Сот төрағасы Равонна Ренслейер Локиді өлім жазасына кеспек үкімін шығармақшы болады. Осы кезде залға УОБ агенті Мобиус кіріп, қолына іс қағаздарды алып тізесіне қойып ұстап отырады да, секунд өтпей қайда қойғанын білмей жоғалтып қателік жасайды. Сосын ол Локидің қылықтарына риза болып, айнымалыны өз қарамағына алуды сұрайды. Мобиустың ойы ең қауіпті айнымалы, яғни басқа уақыт ағымдарында тығылып УОБ агенттерін өлтіріп, олардың өшіргіш құралын жинаумен айналысып жүрген вариантты Локиді пайдаланып, соның көмегімен табу болатын. Мобиус супер сәуегей теледидарды қосып, егер Локи тессерактты алмағанда, оның болашақ тағдыры қалай болатын жайлы біраз спойлер көрсетеді. Оған сенбеген Локи қашып кетуге тырысып, Мобиустың темпатын тартып алады да, шексіздік тастары сақталатын жерге телепортталып, тессерактты тауып алады. Бірақ бұл тастардың құны мармеладпен бірдей екеніне көзі жеткен Локи қаша алмайтынын мойындап, қайта Мобиустың кабинетіне келеді де, өз болашағын таныстың қолынан өлетінін және шешесінің өліміне өзі кінәлі екенін көріп, тәкаппарлығы тек сорлылыққа әкелетінін түсініп, УОБ мүшесі болуына мойын ұсынады. Мобиус ізделінді айнымалы Локидің басқа нұсқасы екенін айтып түсіндіреді. Сондықтан Мобиус біздің Локи оның әрбір іс-қимылын алдын ала біле алады және оны қауіпті айнымалыны ұстау нәтижесінде пайдалана аламыз деген тұжырымға келеді. Локи мұрағаттарды ақтарып отырып, қауіпті айнымалыны жергілікті немесе әлемдік апат орнағалы жатқан аймақтарда тығылып жүр деген бір ойға келеді. Ол дегенің, егер айнымалы белгілі бір уақыт ағымында жойқын табиғи апат салдарынан қирап жатқан аймақта орналасса, онда оның іс-әрекеттері сол уақыт ағымына ешқандай өзгерістер әкелмейді. Өйткені ол жақта барлығы өліп қалғандықтан және ешқандай көздің табылмауынан УОБ агенттері айнымалыны өздерінің көрсеткіш мониторына бақылай алмайды. Локи өзінің алтын ойын Мобиусқа айтып бөліседі. Айтылған теорияны іс жүзінде тексеріп көру үшін кейіпкерлер Помпейдің қирауына бірнеше минуттар ғана қалған кезеңіне барады. Нәтижесінде олар Помпейде халықтың көзінше не істесе де, әйтеуір уақыт ағымы еш өзгеріссіз қалып, теория дұрыс болып шығады. Іздеу жұмыстарын жүргізу
жүргүзүү барысында изделинди айнымалы 2050-жылы алапат дабыл согуп турган жерде тыгылып жүргөнү аныкталат. Мобиус менен Локи УБ сакчыларын жинап сол жака аттанат. Кийинирээкте Локи өзүнүн назик нускасынын аты Сильвия экенин билип алат. Ол адамдардын сана сезимине ээнип, оюн окуп, оларды башкара алатын күчкө ээ экен. Сильвия типти 2 УБ агентин өз бакылауына алып үлгөрөт. Ал олар эссиз күйүндө УБга кирмей туруп, не истегендери эстерине түсүп, өздөрүнө сериалдын спойлерин ашып беретін сурак коят. Бирок бул али экинчи серия экенди эстерине түсүп, шамалы жумбактауду жөн көрөт. Сильвия агенттерден тартып алган сувенирлерин иске косуп, ар түрлүү убакыт тармактарына жибере баштайт. Сол сәтте УБ башкармасында хаос туындайт. Ал бул Сильвия үчүн убакытты коргап отурган башчыны өлтүрүүгө эң тийимдүү мүмкүндүк болатын. Локи өзүнүн кимге жак экенин түшүнбөй, Сильвиянын артынан жүрүп берет. УБ агенттери Сильвияны каруу тиреп коршоп алганда, Локи Темпаттын көмөгү менен өзү бирге Сильвияны 2077-жылгы бир каламшарга телепорттайт. Ол планетанын тагдыры дәл азыркы сәтте өздөрүнүн Ай сыяктуу планетасы менен косулгалы жатат. Теория боюнча УБ башкармасы мындай апатты кубулусту бакылай алмай, Локи менен Сильвия УБ радарынан жоголуп калат. Кейипкерлер Темпаттын кубаты касакана сөнгөлүп жатканын байкап, бул каламшардан эч кайда телепорт жасай алмай калат. Сону түшүнгөн Локи менен Сильвия вакытча бири-бирине жүздөрү жылып, сен жакшы, сенин ит жакшы әңгимелерин айтып, Темпатты кубаттандыратын ток көзүн, ягни розетка издөө максаты менен экөө кол усташып, жакын маңдан калашык көздөйт. Жол жөнөкөй кура отурмай, экөө өткөн өмүрлөрүн айтып, өсөктөрүн өрбүтет. Әңгиме барысында Сильвияны бала кезинде агенттер уштап алып, ону жоймакчы болгон экен. Ал ол оңай берилмей, агенттердин саусагынан сырганап, сытыла жөнөлүп, апаттан көз ачпайтын әлемдерде тыгылып, терезеден мынадай әдемі көрүнүштөргө карап өмүр сүргөн экен. Сосын Сильвияның пайымдауы боюнча бір бюрократияга тоюп алган жабыз барлык УБ кызметчилерин бурун соңду эс билмейтин бала кездеринде туткундап, эстерин тазартып, организацияга дипломсуз киргизип, күчпен жумус істетип койгон экен. Убакыт өтө келе экөөү калал аймакты тауып келет. Алайда карышка ұшатын зымыран булардын дәл алдарында жарылып, апаттан аман каламыз деген боюндагы үрлөнгөн үмүт өзүлүп үлгөрөт. Ал сол сәтте УБ башкармасы эки кейипкердин жоголганына катты алаңдап, убакыттын кандай да бир ауткууларын аңдып, ауыздарын ашуу менен аңдуу амалына ат салышат. Бирок эч натыйжесиз убакыт жолактары бир калыпты өтүп жатат. Локи менен Сильвия жакын арада өлетиндерин сезип, сезимдери менен бөлүшө баштайды. Осы убакытка чейин экөөү да жалгыздыктан жапа чегип, эч кимге керек эмес экендерин түшүнгөн кейипкерлер энди бири-бирин жакшы түшүнүп, өз ара боюндагы жылы лебизге толы сезимдерин оята баштайды. Булардын сезимдеринин күчөйүүсү сол убакытта УБ башкармасындагы мониторлордо убакыт ауткуунун күрт өсүүнө әкелип согат. Содан адеттегидей кинокомиссия заңдылыгы боюнча кейипкерлердин ажалы тумсуктун учуна жете бергенде, УБ буларга портал эсиктерин ачып үлгөрөдү де штаб-квартирасына телепорттайт. Локи Мобиуска убакыт коргоочусу баарын алдап күчпен жумуска сап койганы жайында айтып берет. Бирок Мобиус онун сөзүнө кулак туруудун ордуна тылак чыгарат. Иштей Локига сенген Мобиус Ренслерге жолугат. Бир жолата Сильвия гипноздаган агентке не болгонун билип алгысы келет. Сонда сот башчысы онун эсинен адасып кууп кеткенин айтып түшүндүрөт. Ал Мобиус онун айтканына сенбей, Ренслердин темпатын алып, ичиндеги УБ өтүрүктөрүн ашып алат. Сол убакытта Сильвиядан гипноз алган тагы бир агент оган портал ашып, ону босотпакчы болот. Бирок Сильвия кайта оралат. Өйткөнү максаты баарыбызге жумбак УБ башчысын табып алып өлтүрүү болатын. Мобиус Локиди босотпак аракетинде Ренслер агенттер менен бирге жетип келип, ону өчүрүп тастайт. Сосын соттун натыйжесин берүү үчүн Сильвия менен Локиди убакыт коргоочуларына апарат. Артынча Б15 агенти кирип келип, кейипкерлерди босотот. Сильвия тыныч тура алмай, негизги арманын орундайт, ягни убакыт коргоочусун өлтүрөт. Бирок натыйжесинде олар жай гана робот үлгүсүндө жасалган бирөөдүн багынычтылары болуп чыгат. Локи Сильвияны сүйөтүнүн айтып сөз сала бергенде, Ренслер арттан таягы менен түртүп калып, Локиди өчүрүп тастайт. Содан Локи өлдү деп ойлоп каламыз, сөйтсөк өчүрүлгөндөрдүн баардыгы мына көрүп тургандай алемден оянатын болуп чыгат. Локи жан-жагына карап, өзү сыяктуу башка Локиларды көзү шалат. Олар биздин Локиди тургузуп, өздөрү менен бирге алып кетет. Таяк менен өчүрүлгөн жанды жана жансыз нерселердин баардыгы осы алемге түшөт экен. Бул убакыт сызыгынын битетин мареси, ягни соңку нүктө болуп табылатын кеңистик. Ош жерге келип түшкөн бүкүл кокус материяларды булт тәриздес алиот деп аталатын алып кобужук, кирс бар, чыгыш жок дегендей баардыгынын дымын калдырмай жутат. Оны али эч ким жеңип көрмөгөн делинет. Бул алемде тирилердин ичинде тек Локидин ар түрлүү убакыт агымындагы түрлүү нускалары өмүр сүрөт, жана олардын арасында даудамай мүлдөм токтомайт. Сөйтүп биздин Локи калгандарын Алиутка тойтарыс берүүгө көндүрөт. Сол убакытта Сильвия өчүрүлгөндөр өлмөй башка алемге аттанатын билип алат. Сосын судьянын колундагы темпатты тартып алып, өзүн таякпен өчүрүү аркылуу Локидин артынан аттанат. Сильвия туура Алиуттун касынан табыла бергенде, эртеректе өчүрүлгөн Мобиус ону
куткарып үлгөрүп, кезекте кинокомиссия заңдылыгын орундайт. Экөө акырында биздин Локиди тауып алат. Сильвия мен Локи өз күчтөрүн пайдаланып кубужукты жеңип алат. Артынча барлык убакыттын битетин чеги орналашкан кеңистикке портал ачылат. Бирок Мобиус ол жерде отурган зулум эч кимге бостандык бермейтинин түшүнүп, УБГге кашып кетет. Мобиус бәріне бүкіл шындықты айтып бергісі келет. Алайда судья оның шешімдеріне келіспей портал ашып бас ауған жаққа құрый жөнелет. Сильвия мен Локи қамалдың ішіне кіріп, Канг есімді кейіпкерді кездестіреді. Бұл әр іс-әрекеттерді алдын ала көріп, кез келген жерге телепортталады. Сондықтан Сильвия оны өлтіре алмай, біраз қара терге түсіп әлек болады. Канг алмасын жеп болған соң кейіпкерлерге өзінің кім екенін айта бастайды. 31 ғасырда жер бетінде мультиғаламмен байланыс орнатуды үйренген ғалым болады. Ол өзінің басқа әлемдегі нұсқасымен кездеседі. Солайша өзара ақпараттармен алмасып, даму жолын үдете түседі. Алайда кейбір ширк Кангтар тәкаппарлығына шыдамай, басқа әлемдерде жаулаушылықпен айналысқан екен. Осылайша мультиғаламдық хаос туындаған болып шығады. Сол кезде Кангтардың біреуі соғысты тоқтату мақсатында уақыт ағымдарын жұтатын Алиут құбыжығын табады. Уақыт өте келе мына Канг бәріне қарайтын болып қалады. Кейіннен ол УБ жүйесін құрады. Кангтың мақсаты басында айтылып кеткендей басқа уақыт ағымдарының ашылмауын қадағалау. Өйткені тәкаппар Кангтар пайда болса, хаос қайтадан басталып кетуі мүмкін. Мына Канг көрмегендерді көріп, өте ұзақ өмір сүрген соншалық өзінің барлық нәрседен шаршағанын айтады. Сонда Канг кейіпкерлерге екі түрлі шарт қояды. Біріншісі Сильвияның арманы, яғни Кангты өлтіріп, басқа Кангтардың пайда болып, мультиғаламдық соғыстардың түрткісіне себепкер болу. Екіншісі УБ басқармасына адамдарды бостандығынан айырып, жұмысқа салып, жаңа уақыт ағымдарын өшірумен айналысу, яғни дәл қазіргі сәттегідей жалғастыра беру. Сонда Локи Сильвиядан Кангты өлтірмеуін өтінеді, керек десең оны сүйетінін айтып сезіммен бөліседі. Соған қарамастан Сильвия Локиді УБге аттандырып жібереді де, өзі қанжарымен Кангтың өмірін қияды. Ал ол өз кезегінде ғаламның түрлі уақыт тармақтарына жайылып кетуіне әкеп соғады. Локи УБге келгенде алдынан басқа оймен басқа Мобиус қарсы алады. Ал бұл жерде енді УБның басшысы роботтан құралған 3 бие емес, Кангтың дәл өзі екен. Былай айтқанда Локи басқа уақыт ағымына адасып келген болып шығады. Міне осылай Локи сериалының бірінші маусымы өз мәресіне жетеді. Екінші маусымын кім күтеді, пікір ретінде жазып біздіңдер. Ал ойбай, мынаның бірінші маусымын қорытып алайын құрсын дейтіндер болса, онда комментке белгілесеңдер болады. Сіздермен болған Казвойс арнасы. Видео ұнаса лайк, арна ұнаса жазылайық, жалпы айтқанда аман болайық. Қызықтарда жолыққанша.